Бүгінгі біздің сабағымызда фобия туралы айтамыз. Фобия деген өздеріңіз білесіздер, қазіргі кезеңде ол модаға айналды, көпшілік адам бойында қаншама фобиялар бар, оны білесіз. Бірақ сонымен қалай жұмыс жасау керек? Оларды ең алдымен жұмыс жасау үшін фобияның түрлерін білуіміз керек. Оған қандай әрекет жасау керек? 6 қадам бар, соны орындауымыз керек. Енді ол үшін осы сұраққа жауап берейікші, ең алдымен фобия дегеніміз не? Қандай түрлері бар? Жауап беріңіз, келе алыңыз. Фобия дегеніміз, яғни ол қорқыныш деп айтылады. Небір жағдайларда қайта болатын қорқыныш. Ол невроздың бар қылатын көрінісі. Белгілі бір жағдайда немесе белгілі бір заттың алдында кетпейтін үрей мен мазасыздықты байқайды. Аурулар өздерінің үйлерінің белгісіз және дәлелсіз екенін жақсы сезеді, бірақ олар жеңе алмайды. Яғни фобияның жеке түрлері ерекше аталады. Яғни агрофобия, кең көшелер мен алаңдардан қорқу. Алаңдардан. Клаустрофобия, жабық бөлмеде қалу үрейі. Монофобия, жалғыз қалу үрейі. Керісінше антрофобия, көп кісілерден қорқу. Назрофобия, аурудан қорқу. Эртофобия, қоғам орнында ұялу. Егер тұрсыз деп, мысалға, селк еткізсе, адамның өзі сол кезеңде өзінен өзі қорқып кетеді ғой. Қорқып кетеді. Бұл деген сөз, негізінде фобияның қайдан туындайтынын түсінбей жатып, біз өзіміз біртіндеп фобияға барып қаламыз. Ол бекерден бекер туындаған жоқ. Ол тәжірибенің жинақталуынан туындаған фобиялар. Апай, бірақ еще детская травма болып фобиялар. Жастық шақтағы әрекеттердің көпшілігі, жағымсыз әрекеттердің көпшілігі фобия алып келеді. Маған осы аптаның кеше дүйсенбі күні маған бір кісі келді де былай деді: мен қорқамын, өзімнің күйеуімнен қорқамын. Мен айттым, қорқыныш қалай сізде сезіледі күйеуіңізден деп сөйттім. Сол кезеңде ол кісі былай деді: мен көрсем қорқатын болдым. Сөйтсе, бір күні күйеуі ішіп келгеннен кейін түнде ұйықтап жатқан кезінде мойнын қысқан ғой. Ана кісі ұйықтап, қатты ұйықтаған, қорылдап ұйықтап жатқан дейді. Сол кезде мені қылқындыр дейді. Қылқындап тұрмай қойған, тамақ ішем деген ер адам. Содан не істейді? Содан ана өзі ұйықтап жатқан адамдағы жай бүйтіп қысқанның өзі, тұрсаңшы деп қысқан шығар, тересін бұрған шығар. Сол кезеңде адамның өзі ана үрейді өте қатты күрделендіріп жіберіп, шок күйге түскеннен шоктың өзі ананы мынандай ғана кішкене мүмкін тамағын бүйтіп басқан шығар, тұрсаңшы деп. Ол адам ол сондай күйде анау қалқындырып өлтірейін деп жатқан позицияға көшкен, түсіндіңіз бе? Содан дейді, таңертең тұрғаннан бастап күйеуіме қарай алмай қалдым. Осындай 2 күн өтті, 2 күн бойы өстіп күйеуімді көрсем ол селк етіп қорқатын болып дейді. Иә, өйткені ол қылқындырғанның күші мықты болған сияқты болды. Ол жерде кішкентай қылқындырмаған да, мен жолдасымен де сөйлеспін. Ондай болған жоқ дейді. Мен бардым да дейді, өзім салмақпен кетіп, мас болып бардым да теңселіп барып, кеудесіне бүйтіп мойнына тұр деген ғой. Şimdi күшпен кеткенде ол ойлаған мен қылқындырып өлтірейін деп жатыр. Фобияның қандай әрекеті бар екенін кеттік ары қарай. Түрлерін айттық. Енді фобияды жеңуге болады ма негізі? Болады. Бұл ең алдымен фобияды жеңу үшін рефрейминг деген ұғым не деген соған мән берейік. Рефрейминг дегеніміз не? Ең алғаш. Ол сөзден шыққан, рамка деген сөзден шыққан, рефрейминг қабылдау рамкасын өзгерту деп аталады. Бұл әдіс психология мен психокоррекцияда бар. Егер мәселе болса, онда сіз рефрейминг жасап, оны мүмкіндікке айналдыруыңыз керек. Күтпеген жағдайлар бұл мүмкіндік екені белгілі болады. Біз ғаламның нақты не айтқысы келетінін түсінуіміз керек, ешқандай мәселе жоқ, мүмкіндіктер бар. Енді қараңыз, бұл жерде мынаны айта кетейік. Мысалға, бір рамкамызда, жаңағы әйел адамның рамкасын салайық мына жерге. Ол күйеуін қылқындыратын позициямен өзінің жатқан позициясын көз алдына елестетіп қойды. Солай ба? Соның салдарынан мынау рама мықты болып тұр. Енді рефрейминг кезінде біз не істеуіміз керек? Өзгерту керек. Ол өзгерту үшін мына рама төменірек қойып, ол раманы үлкен дәрежеге жеткізіп кеңейтуіміз керек. Рефрейминг, деген өзгерту деген мағына, иә?
өзгеріп ыдырату басқаша жасау деген. Сонда сіз рефрейминг жасау үшін мына рамканың ішіндегі күйеуін бүйтіп қылқындырған емес, керісінше қандай күлімсіреп, жанында былай құшақтап, өзі жақын сезімдер бар ғой, сол кезеңді не істеу керек? Мол күшейту керек те, мынаны мүлдем бір нүктеге айналдырып тастау керек. Бір үлкен рамын неге айналдыру керек? Бұл техника негізінде. Арнайы рамканың, жағымсыз рамканы нүктеге айналдыру техникасы. Иә, ары қарай енді тоқталайық. Аспаптардан алғанда бірнеше рефрейминг бірнеше жүзеге асырылады. Ол үшін не істеуіміз керек? Ең бірінші контекст бойынша рефрейминг. Иә. Екінші жағын көрсету. Яғни жағымды жағында. Үшінші бірақ көмегімен рефрейминг. Мысалы, мен қиналамын, мен күйеуімді жек көріп кеттім. Мен сондай бұдан кейін қорқатын болдым. Бірақ Сіз қосасыз бірақ деген сөз. Сіз қосасыз бірақ. Сіз білесіз бе оның мынандай жағдайларын? Деген сөз. Иә, ары қарай кеттік. Төртінші коннотациялар арқылы рефрейминг сөзді бағалау компоненттері. Ол мас болып келген күйінде сіз оны түсінбедіңіз. Сау кезінде ондай істейме адам? Істемейді. Ол мас болып келген кезеңде ол мүмкін қылқындыран демей салмағымен түсіп кеткен шығар қолмен. Сонда біз мәселенің коннотациялық ұғымдардың мәнін ашуымыз керек. Кеттік ары қарай. Бесінші балама немесе сұрағын пайдаланған кезде контрастпен жұмыс істеу кестені қараңыз. Ол үшін тоқтай тұрмыз. Мына жерде балама дегеніміз. Сіз ол ер адамды қанша жыл өмір сүріп көрдіңіз ғой. Сондай қанша рет сондай оқиға болды. Бір-ақ рет болғанның өзінде қараңызшы, ол сондай бір-ақ рет. Ал егер де ол бірнеше рет қайталанбай болса, ол басқаша позиция. Онда біз басқа әрекетті ойластыруымыз керек. Бұл бір-ақ рет болып отыр. Ол күйеу деген қорқып, есі шығып қашып кетті мысалы. Үйіне келуге қорқып жүр. Өйткені әйелі одан қорқып жүр. Екеуі екі жақта қашып жүр ғой. Қарап отырсаңыз. Сонда балама, болмаса арнайы өзіне қолданылатын контрасттық позицияны туындатуымыз керек екен. Ары қарай кеттік. Келесі бізде мысал алсақ, яғни фрейминг ақпараттың позитив немесе негатив әсер қалдыратынын анықтайды. Ең қарапайым мысал, стаканның жартысы бос немесе жартысында су бар. Қалай түсініп тұрмыз? Қалай көріп тұрмыз? Солай біз ұғамыз. Ол сыртпен біз үшінші адам ретінде қарау бізге өте қиын. Үшінші адам елестету психологтар NLP-дің кез келген техникасында сіз өзіңізді үш адамның позициясында көруіңіз керек. Мысал ретінде көрсетейін. Отырыңыз. Мақпал мында келіңіз. Қазір бір уақыт алып келеміз тағы. Сол сияқты. Енді қараңыз. Бір қарап отырмыз. Мұны қараңыз. Мен қазір мына кісінің эмоциясын сезіну үшін сіз арқылы көруім керек. Ол мүмкін бе? Мүмкін, егер де психолог мықты болса. Сондықтан бұл жерде ескеретін мынандай дүние. Мысалға, Мақпал қазір не көрсетеді емес, негізінде Аружан не көрсетеді қазір? Мақпал көрсетпейді оны, көз қиығымен қарап отырады. Сол күйді мен сезінуім керек. Мысалы, қараңызшы. Көңілсіз күйді елестетіңізші. Ерінің өзі төмен жыбырлауының бұлай деуді өзі көңілінен жағымды позиция болған жоқ, жағымсыз позиция болды. Соны мен көріп отырмын. Сонда сіз мына жерде отырған психолог, мысалға да, мына кісінің бойына кіріп, мысалға психолог сезіну керек те, соны сырттай сіз қалай қарап отырсыз? Өзіңізді қалай көріп отырсыз? Мына кісіні қалай көріп отырсыз? Мына екі адам екі түрлі көріп отыр. Мысалы, екі адам деп тұрғысынан алатын болсақ, мына кісі деп. Екі адам. Бұл енді балық ретінде сіздерге түсінікті болу үшін айтып отыр. Ал егер де сондай жағдайда, мына жағдайда тұрып алып, алыстан ақ байқап. Не болмаса сізге, өткенде сізге сәлемдеме айтып жіберді ана кісі. Ол кісі сондай риза емес. Сіз талдауыңыз керек, не себепті риза болмай қалды.
біз оны риза емес пе, сондай ма деп бірден не істейміз, реакция береміз де біз мағынасын талдауға мән бермейміз. Бұл аяқталмаған гештальтың техникасына өзінің әсерін тигізетін сөзсіз. Сондықтан да NLP-дің негізгі принципінде аяқтау позициясы болады. Сұрақ арқылы, ақпарат арқылы, мета хабарламалар арқылы оны анықтап білуіміз керек. Рахмет, ары қарай кеттік. Адамдарға өзіне көрсету керек. Иә, мынаны таныстыруымыз керек адамға. Сіз ол үшін өзіңіз сосын түсініп алуыңыз керек. Ары қарай. Енді техника бар да? Қандай техника бұл? 6 техникасы. 6 қадамдық. 6 қадамдық ревью техникасы. Иә. Джон Грин. Неден бастайды екенбіз? Ең бірінші мәселені тұжырымдау. Яғни біз мәселені тұжырымдап анықтап алуымыз керек. Одан кейін байланыс орнатуымыз. Кімнің? Психолог пен клиенттің арасындағы байланыс орнату керек. Үшінші оң ниетті анықтау. Кімнің оң ниетін? Клиенттің оң ниетін анықтау. Төртінші үш жаңа мінез құлық нұсқаларын ұсыну. Бесінші экологиялық тексеру. Және алтыншы жауапкершілікті алу. Рахмет, осыны қазір біз көрсетеміз.